Уақыт өтуде, ал адамзат дамуын жалғастыруда. Соның бір мысал ретінде жақында ғана, яғни нақтырақ айтсақ, осы жылдың 6 ақпанында Джон Кеннеди атындағы ғарыш айлағында дәл қазіргі уақыттағы ең қуатты ракета атанған Falcon Heavy ұшырылды. 6 ақпан ғарыш дәуірінде тарихта қалатыны сөзсіз, өйткені Илон Масктың бұл жобасы әлемді дүр сілкіндірді. 64 тоннаға дейін пайдалы жүк көтере алатын бұл жүк тасығыш ракетаның қасына басқалары шынымен де ойнап қалады. Өте көп мөлшерде жүк тасығанмен қоймай 3 есе арзан бағада ұшырылатын болады. Сәлем достар, сіздермен Скаврон арнасы. Бүгінгі видеомыз гений инженер филантроп Илон Масктың жақында ғана жасаған әлемді таңдайға қызған жобасы Falcon Heavy туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Сонымен Falcon Heavy туралы кішкене мағлұмат бере кетсек. Falcon Heavy американдық ауыр салмақты классқа жататын алып ракета тасығыш. Тарихтағы санаулы алып ракеталардың бірі. Одан алып болған тек американдық Saturn 5 пен Кеңес одағындағы Энерго Буранда ғана айдаламыз. Биіктігі 70 метрдей болатын бұл ракета тасығыш халықаралық ғарыш станциясына дейін 64 тонна, Марс планетасына дейін 17 тонна, тіпті Плутонға дейін 3500 кг жүк тасымалдауға қуатты. Бұл ақпараттар сөз жоқ, бұл кеменің теңдессіз екенін айқындап береді. Илон Маск бұл ракета тасығыштың құрастырылатыны жайлы 2011 жылғы Вашингтонда өткен пресс-конференцияда тілге тиек еткен болатын. Сәті түсіп, 2018 жылдың 6 ақпаны тарихта алтын әріппен жазылатын күндердің біріне айналды. Ракета туралы Илон Маск Falcon Heavy бұл жай ғана қарапайым болып көрінеді. Екі жағында екі үдеткіші бар қарапайым нәрсе сияқты, бірақ шын мәнісінде олай емес. Оны жөндеу және құрастыру өте ауыр болды. Бір блокты ракетадан 3 блокты ракетаға өту шынымен де адам шошырлық қиын болды деп айтқан болатын. SpaceX-тің бұған дейінгі Falcon 9 да өте қуатты ракеталардың бірі болатын. Бірақ Falcon Heavy SpaceX-қа өте көп мүмкіндіктер берді. Өйткені Falcon 9 ракетасы Falcon Heavy сияқты геостационарлы орбитаға алып спутниктер таси алмайды. Оған қоса Falcon Heavy-ді ұшыру $90 миллион қаржы құртса, Falcon 9 $60 миллион қаржы құртады. Сол негізде Falcon Heavy Falcon 9-дан 2 есе ауыр жүк тасуға қауқар бар. 6 ақпандағы ракетаның ұшырылымы сөз жоқ, SpaceX-тің клиенттерін көбейткен анық. Сонымен, негізінде Falcon Heavy 6 ақпан күні тестілеу мақсатында ұшырылған болатын. Ұшырылым ойдағыдан да сәтті аяқталды дейді Илон Маск. Ракета пайдалы жүк ретінде Илон Маскқа тиесілі Tesla Roadster автокөлігін аспанға ұшырды. Ал бұл көлік ішінде SpaceX-тің манекендегі скафандр болды. Сонымен қоса SpaceX ұжымы Tesla аспанға шығарда әйгілі Дэвид Боуидің Space Oddity атты хит әні ойнап тұратын болады деп уәде еткен болатын. Ал ракетаға келетін болсақ, ракетаның екі жағындағы екі үдеткіші керемет нәтиже көрсетті. Ал ортаңғы бөлік өкінішке орай сәтті қона алмады, бірақ бұл Илон Маскты қынжылтпайды, өйткені ұшырылымнан кейінгі пресс-конференция кезінде біз үшін екі үдеткіші қайтып келсе болды деп айтқан болатын, өйткені екі үдеткіш ракеталары өте қымбат металдардан жасалынған болатын. Жалпы алғанда бұл керемет нәтиже. Шығын санын азайтып қана қоймай, оны қайта қолданбалы ету және басқаларға қарағанда 2-3 есе көп жүк апару шынымен де SpaceX компаниясы үшін абырой тудырады. SpaceX-тің ендігі мақсаты БФР. Дәл сол Марсқа аттанатын алып ракета. Бұл БФР тіпті Falcon Heavy-ден де бірнеше есе қуатты болмақ. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Естеріңізге сала кетейін, Скавронның инстаграмдағы парақшасы 200 көрермен жинала салысымен біз өз жұмысымызды бастап кетеміз. Тағы да айта кететіні, бүкіл қолданылған мәліметтер сілтемеде көрсетілген. Және де егер сіз Илон Масктың пресс-конференциясын қазақша тыңдағыңыз келсе, дәл осы видеосынан 7000 лайк жинауыңызға тура келеді. Сондықтан таныстарыңыз бен туыстарыңызға қызық болар деген үмітпен көбірек репост жасап, лайкты аямай басуларыңызды сұраймын.